Атырау облысы 43 домбыра қасқа жеткізген Данияр Қызылтөбе 44 номердегі Дүйсекен Еркіннің Король деген жүйрігі Атырау облысынан келген екен. Ал мінекей қонақтарымызға сәттілік, жүйріктерімізге демеу беріп, тіреулес болып отырайық. Құрметті көрермендер, қазір аздаған минуттардан соң 9 айналымдық 36 шақырымдық аламан бәйге басталады. Жинақтан жігіттер. 43-ші, 43. 18-ші номер мен 38-ші номерге ескерту. Тыңдамай жатыр деп жатыр мұнда. Жинақтайық. Ал, қадірменді ағайындар, тағатын көптің тауысып, төзімдерін тауысып, мінекей бүгінгі бір бекет ата 275 жылдық аясында ұйымдастырылып жатырған аламан бәйгесі басталды. Жүйріктеріміздің жолы болсын, аталар қолдасын, мінекей атбегілердің еңбегі ақталсын дегіміз келеді. Ал қиқуларыңыздар Маңғыстаулықтар, 43 жүйрік, 43 тұлпар, 43 үміткер бүгінгі атамыздың бәйгесіне Хайота Халюкас автокөлікке үміткер жүйріктеріміздің бірі. 9 айналым жігіттер, салыңдар барыңды. Жол болсын жігіттер. 3, 19, 13, 29, 15, 22-ші номердегі жүйріктер кетіп бара жатыр. Алдын бастап кетіп бара жатқан номері 3-ші номердегі бізде Ыбырайып Келдібай ағамыз бастады алдын. Ал, сәтін салсын. Бірінші номер Кәусар Бақай корпорациясы Атырау облысы Жылой ауданы. 2-ші номердегі Достан торы Бақай корпорациясы Атырау Жылой ауданы. 3-ші номердегі Ерке күрең Ыбырайып Келдібай Боранқұл. 4-ші номердегі Сүлік қара Үмбетіктер әулеті Алматы облысы. 5-ші номердегі Атаман Таңатарып Қобылан Ақтөбе облысы. 6-ші номердегі Нұрас торы Бұғабайып Нұрас Қызан ауылы. 7-ші номердегі Ақорда Әскеріп Автандил Қарағанды облысы. Және де 8-ші номердегі Жиренқасқа деген жүйрігімен Қызан ауылы. 9 Ерке көк деген жүйрігімен Жүнбасыптар әулеті Таушық ауылы. 10-ші номердегі Алмас қара Жетібайдан келген жүйрік. 11 Айымзада Бимырзаев Хамза Таушық ауылы. 12 Тарланкөк деген жүйрігімен Болат Нұрбек Боздақ ауылы. 13 Мәмлік Әмин Амандық Мұнайлы ауданы. 14 Нұрғасқа Қалдаманов Исенбай Жаңаөзен қаласы. 15 Тобылғы торы Аманжол Жаңбырып Дәрмен Жаңаөзен қаласы. 16 Ханқасқа Ратов Сейсен Жаңаөзен қаласы. 17 Жадаугек Дәрмен Қамай Мұнайлы ауданы. 18 Алмас торы Шарипов Дәлу Үштаған ауылы. 19 Септік Жамансарин Ерлан Шетпе Дәулет. 20 Ақжал деген мінекей жүйрік Әділжан Сайын Шапағатов елді мекені. 21-ші номердегі жүйрік бізде тіркелген Дос Енесейдің жүйрігі Мұнайлы ауданы. 22-ші номердегі Мамайғара Секенай Бөбекбай Алматы облысы. 23 Покер Асан Мадияр Жыңғылды елді мекені. 24 Жойқын Бөкенбай ағамыздың жүйрігі Самаулы. 25 Бақтұры Мақсатұлы Жандос Қарағанды. 21 Дос Қамай айтылды. 27 Нұрғасқа Сартайып Дәулет баптаған Сайынып Мирастың жүйрігі Ақтау қаласы. 28-ші номердегі бізде тіркелген жүйрік Күреңбел деген жүйрік Аманбай ағамыз Сайөтестен келіп отыр. 29 Ал күрең
Айтқабыл ағамыздың жүйрігі Баяндаулы, 30 Ақбақай Иманов Мейрамбек Мұнайлы ауданы, 31 Марал деген жүйрігімен Нұрбол Көбесовтің Боранқұлдан келген жүйрігі, және де 32 Айсұлу деген жүйрігімен Әсет Шибір ауылы, 33 Айғасқа Бекешев Жомарт Ақшымырау, 34 Ақсұңқар Мансұр Нұрсұлтан Таушық ауылы, 35 Дастархан Кедейбаев Сұлтанғазы Шибір ауылы, 36 Мамайғара Меңдібай Қосжан Ақшымырау, және де 38 Айтулы Махамбетов Рахим Ердос Майлыбай, 39 Тентек Қара Пөлтековтар әулеті, 40 Торлаяқ Оралбай ағамыздың жүйрігі Қызан ауылы, 41 Тарлан Көк деген Бақтыбаев Балтабай Ақтау, 22 Мамайғара Бөбекбай Секенай, 42 Байрақ Қуатовтар әулеті Атырау облысы, 43 Домбыра Қасқа Жеткізген Данияр Қызылтөбе, 44 Король Дүйсенбай Еркін Атырау облысының жүйрігі. Ал қадірменді ағайындар, 43 жүйрік тіркелді. Ендігі Онды ауылының тумасы Асылзат ініме сөз кезегін берсем. Ал шаппала. Жаратқаным қолдасын, бәйгенің жолын оңдасын, тізгін тұстап келдікті сөзімнің баптап жорғасын. Әуелі Алла бір Құдай, содан соң бекет атамыз, сапарымды оңдашы. Алғада сөйлеп ақ жүрген жігіттің қыдыр жолдасы, ағайын бүгін бас қосты. Сен көретін бәйгенің жүйрігіменен жорғасы, сиқырлап сөзді берейін, қиқулап тағы қолдашы. Қызғалдақ құмыр қыз жалған мезгілсіз сенде солмашы. Көбік ұшқан көктеңіз арнасы кеуіп тартылса, су болар дейді боғылмашы. Жақсыларға бағыттар мұны отырған сіздердей, тобықтыдан шығып жырбасы. Ассалаумағалейкум ардақты, ұлы адай ордасы деп амандасып алайық. Әуелден бекет болып сыйынғаным, бәйгенің алып жүрміз бұйырғанын. Астарың қабыл болсын адай жұрты, құтты болсын бүгінгі жиындарың. Ұйқысыз талай-талай таң атырдым, күн болып күллі әлемге жаратылдым. Тобықтының басында ұрандатып, Алла деп атқа мініп баратырмын деген сәйгүліктер бүгін сіздердің алдарыңызда бірінші айналымды аяқтап келе жатыр. Ал қолдақ қойайық қадірменді маңғыстаулықтар, Маңғаз-Маңғыстауының жүйріктері, және де Атырау, Қарағанды облысы, Алматыдан келген қонақтарымыз да бар ішінде. Алдын бастап келе жатқан жүйріктердің номерін жазып отырайық. Ел халыққа кімнің аттары алдын бастап келе жатқаны қызық дегендей. Ал мінекей, бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға аяқ басты. Алдын бастап келе жатқан Атаман 5-ші номердегі Таңатар Қобылан 5-1 жас 3 13 42 7 25 4 және де 44 болды осы аттар. Екінші топтың да жүйріктері. Алдын бастап кетіп бара жатқан жүйрігі Таңатар Қобылан Атаман Ақтөбе облысы Айдар бәйгі бала. Оның артынша 11-ші номерде кетіп бара жатқан Беймырзаев Хамза Айымзада деген жүйрігімен Таушық ауылы. Және де 13-ші номердегі кетіп бара жатқан Мәмілік Әмин Амандық Мұнайлыдан келген. 4-ші номердегі Сүлік Қара Үмбетовтар әулетінің жүйрігі алдыңғы топта. Және де айта кету керек, Таңатар Қобылан Бейнеу ауданы Атаман деген жүйрігімен алдыңғы топта. Бапкері атақты Жұмағалиев Жандос деген бауырымыз. Ал жолы болсын жүйріктердің. Қадірменді ағайындар, араға уақыт салып бір бекет атамыздың 275 жылдық аясына куә болып тамашалап отырмыз. Осыдан 4 жыл бұрын осы Таушық ауылында өткен бір бекет атамыздың 270 жылдығы бәйгісі өткен болатын. Аламан бәйгіден
жүлделі бірінші орынға ие болған Бөбекбай Секенайдың мамай қарасы келген болатын осыдан 4 жыл бұрын. Және де екінші орынға иеленген Таңатаров Қобылан ағамыздың Сомбалақ деген жүйрігі келген болатын. Және де 270 жылдығында Аламан бәйгінің қола жүлдесі 3-ші орынға Абдуллаев Жөнеудің Тұлпарханы келген болатын. Сонау араға уақыт салып, бүгінгі кең көлемде өтіп жатқан мәдени шара аталарымыздың рухына тағзым, бір бекет атамыздың 275 жылдығы және де Мұңал ата ұрпақтарының демеушілігімен ұйымдастырылып, мінекей Toyota Hilux автокөлігі тігіліп отыр. Ал жүйріктеріміздің жолы болсын, тұлпарларымыз сүрінбесін, бәйгі балдарымыз құламасын. Ой бәрекелді. Заманнан заман оралған дүние шіркін соналған, адыра қалғыр бұл қоныс қайырсыз екен азалдан. Қайырсыз неге десеңіз, орақ мамай телағыз қалған екен солардан. Бізде бір солардай болармыз артық бедік олардан. Еділдің бойы қанды қиян, жайықтың бойы майлы қиян, Маңғыстаудың бойы шаңды қиян, адыра қалғыр үш қиян деп Мұрат Мөңкілі жырлаған бүгінгі шаңды аспанға бөктеріп, бұлтпен араластырып, қас жүйрік тұлпарларымыз өзінің жолына түсіп жатыр. Аттарыңыз бәйгілі, есімдеріңіз әйгілі болсын дегіміз келеді. Әуелден бекет болып сыйынып, осы бір ұрандатып келген елдің иесіне, жердің киесіне беріліп жатқан ас садақалар қабыл болсын дегіміз келеді. Әумин. Аттар бәйгесі бар. Жүйріктеріңіз болса, дайындап отсаңыздар болады, бір айналымнан тұрады. Топтар қатар бәйгесінің көтеріп жатырған Шетпе-кентінің мінекей тұрғыны Тиянып Думан інімізге Алла разы болғай 500 мың теңге қойып отыр. Жүйріктеріңіз болса, топтар қатарға қоссаңыздар болады. Ол 500 мың 3 орынға бөлінді. Бірінші орынға 300 мың теңге, екінші орынға 150 мың теңге, үшінші орынға 50 мың теңге қарастырылған. Руы Бектемес ауылы Тиянып Думан ағамызға Алла разы болсын, осы аталарымыздың рухына деп беріп жатқан үлесі, аттары шауып бәйгінің алдынан көрінсін, әрдайым жолы ашық болсын. Топтар қатарға жүйріктеріңіз болса дайындай беріңіздер. Үйренген үлгі жолы бар Құл-Қожа Ахмет тақсырдан, Алласы қалап әуелде уәлилерге бас қылған, миғражда нұрын көрген соң Қағрасулла паш қылған, Арыстан баптай досына аманат құрма тапсырған, солардың үлгі жолымен бекетім шықты дін түзеп, көкірек көзін аштырған деп ақтан кері ұлы жырлаған бүгінгі ас садақаларымыз қабыл болсын дегіміз келеді. Арпа беріп баптаған жетай бағып, сауырыны тілінген ет айналып, қиқулайындар ағайын қошеметтеп, тұлпарларын келеді екі айналып. Ал көпшілік мінекей бүгінгі бәйге қазір Алла қаласа екінші айналымда аяқтап, үшінші айналымға аяқ басатын болады. Жүйріктеріміздің қарқыны жаман емес, жүйріктерім келе жатыр топтасы бақ, екпінімен тұяғынан от шашып ақ, қасындағы жүйрікке сүңгей қалсаң, атағынан қасындағы ат шошымақ деп, бүгінгі екінші айналымда аяқтап, үшінші айналымға аяқ басуға кетіп бара жатқан Таңатаровтар әулетінің Атаман деген жүйрігі Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы 5-ші номер және де 13-ші, 7-ші, 25, 4, 42-ші, 44-ші, 38-ші, 39-ші және де 22-ші номердегі 4-ші номердегі жүйріктеріміз кетіп бара жатыр. 35-ті де жазып қойсаңыздар да болады. Екінші топтың жүйріктері 23, 36, 32. Толықтай жазып отырайық. Артқа топтың легін шатастырып алмайық төрешілер. Алдын бастап, өткен екінші айналымда аяқтап, үшінші айналымға Таңатаровтар әулетінің Атаман деген жүйрігі, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының жүйрігі және де 13-ші номердегі бізде
кетіп бара жатқан жүйрігі Әмин Амандық деген азаматтың кеше ғана бәйгеде құнаны 2-ші орынға иеленген Мәмілік деген жүйрігі де кетіп бара жатыр. Мұнайлыдан келген 7-ші номердегі тіркелген Ақорда, Қарағандыдан келген қонақтарымыздың да жүйрігі алдыңғы топта. Әскеров Автандил деген ағамыз Жанбо бәйгі бола Қарағанды облысы, және де 4-ші номердегі Сүлікқара Үмбетовтер әулетінің жүйрігі де алдыңғы топта кетіп бара жатыр. Және де 25 Бақторы, бұл да мінекей атақты айтулы Бақторда кетіп бара жатыр. Жандос Мақсатұлының жүйрігі Қарағанды облысы, және де 42-ші номердегі бізде тіркелген жүйрік 42 Байрақ Қуатовтар әулеті Мерей Жыңғылды елді мекені. Жүйріктер 2-ін аяқтап 3-ке кетті. Төрешілердің артқы топтың жүйріктері ма? Дембер жіберейік, қадірменді ағайындар. Үміт бар, 36 шақырым. Жібер бала, 17-ші номердегі, 6-ші номердегі жүйріктер. Бұлар енді ұзақты жаны сүйетін жүйріктеріміз ғой. Артқы топтың легі осы жүйріктер екен. Жоқ, әлде де жүйріктеріміз бар. Артқы міне енді тіке жолға шығатын болады. 3 жүйрік. Атбегілердің назарына егерде артқы топқа жететін жағдайда жарыс алаңынан міндетті түрде шығарып алыңыздар. Атбегілер, соны ескертеміз. Мінекей артқы топтың жүйріктері қазір тіке жолға шықты. Бұл дегеніміз 2-ші айналымда аяқтап 3-ші айналымға аяқ басатын жүйріктер. Қара байыр қазанат, қара жолда қалдырмас, қара жолда қалдырып қанатыңды талдырмас деп жүйріктеріміздің артқы легіне де демеу беріп отырайық. Дегенмен де үміт бар. Бақ шабама, бап шабама дегендей бүгінгі Пірбекет атамыздың бас бәйгесіне, жалпы бәйгесіне барлық атбегілер ниетті болып келіп отыр, қадірменді ағайындар. Сонау алыс жерлерден ат беріледі. Бұл енді топтың артқы легі. Бұлар 2-ін аяқтап 3-ке кетеді. Көтеріп отырайық, жігіттер, көтеріп отырайық. Артқы топтың легі қошеметтеп отырсаңыздар болады, маңғыстаулықтар. Артқы топтың мінекей жүйріктері. Номері көтеріп отыр, жібер бала, өйде. 24, 8 және де 43-ші номердегі жүйріктер. Артқы топтың жүйріктері. Алысқа қарай беретін, аяғын созып керетін, шабысатын жылқыны жүрегімен сезетін, басын жылқып шабатын, шабандоз қолы талатын, бір кезде жұтып демдерін бір кезде басып алатын, адымын созып алысқа, түсемін деп салысқа, топ бастаған жүйріктер шауып барат намысқа деп, мінекей намысқа шауып бара жатқан жүйріктеріміз де бар ішінде. Қазір алдарыңыздан 3-ші айналымды аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басатын болады. Алдыңғы топ әлі бір қалыпты деңгейде келе жатыр. Дегенмен де әлі алда айналым саны бар. 9 айналым 36 шақырымнан тұрады. Ал тіке жолға шықты жүйріктер. 3-ші айналымда аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басатын болады. Үн-түнсіз жайбырақат болмау керек. Атты көрген барша жұрт солмау керек. Алағайын қиқу менен айқай қайда, жүйріктерге айқай шумен
Қолдау керек деп мінекей бір қолдап жібермейміз о жүйріктерді. Аламан бәйге 3-ші айналымда аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басатын болады. Төбесінде қалқып жүр құс айналып, Әуде, қиқу берсең сәйгүлікке ұнайданы. жібер! Шаңмен бірге жарысып сәйгүліктер алдарында келеді 3 айналып. Қолдау беріп отырайық, құрметті ағайын, бүгінгі алдымыздағы шабандоздарға. Ал, кембер жібереміз ба, қадірменді ағайын? 3 аяқтап 4-ке. Қанатарықтар әулеті Атаман. 5-ші, 38, 7, 25, 13, 1, 39. Және де 22. 44, 33, 22, 20, 42 болады осы. Мына жүйріктеріміздің қарқыны бағанаға алдында отқан жүйріктер 2-ші топқа көшкен сияқты 4-ші номер жазып отырайық. 4-ші номер, 18-ші номер, 23, 27. Енді номерді айтқаннан ат есін айтып отырайық. 5-ші номер, Қанатарықтар әулеті Атаман, Бейнеу ауданы, және де Хайда! Және де 38-ші номердегі бізде тіркелген 38 Айтулы Махамбетов Рахим ағамыздың жүйрік алдыңғы топта, 7 Қарағанды облысының жүйрік алдыңғы топта отыр. 25-ші номердегі Бақтора деген жүйрік Қарағанды облысы Жандос Мақсатұлы. Басынан қанша бұл тауған, төсінен сонша жыр тауған. Жасырарым жоқ менің Қаратаумын деп керіліп жатқан бұл таудан. Маңғыстау жатты қалам боп, тоздырып жүзін заман жеп, төсінде туған төлінің тағдырларына алаң боп, нешелер жүмілә жұрт көшті, тарихтың керуен жолымен, Каспий сағоғыз алам боп, Шерғала таудың бөркедау, Айрақты таудың көркедау. Анау бір тұрған жалғанды, жалғаннан көңілім қалғанды, артымнан боздап апа жұрт өзекті дүние өртедау. Осылай зарын шығарып, көздері қанмен шыланып, айла бір кетті соңынан шаңы шыбалып, боз ойнақ тұлпар баптаған, ағинақ қылыш саптаған, күндердің күні болғанда, бабамыз кетті бұл тауға, бабаларының іздерін құранша оқып жаттаған, даланың жонын ен жайлап, маңғыстап балын кең айдап, мұрттары көкке шаншылған, есілде менің шалдарым жатқанда шығар елді ойлап деп, жатқан жалдардың жатқан жер жайлы болсын. Жіберейік жүйріктерімізге. 37, 28, 19, 34, 16, 41-ші нөмірдегі сәйгүліктер сіздердің алдарыңызда 4-ті бастап бара жатыр. Құрметті ағайын, қошеметтеп, тұлпарды ду, суды бу көтеретіні баршаңызға белгілі, сондықтан қиқулап қошеметтеп отырайық. Жүйріктер 3-ші айналымды аяқтап, 4-ші айналымға кеткен болатын. Артқы топтың легі мінекей көтер жіберейік, қадірменді ағайындар. Жігіттерімізде барын салып келе жатыр. 3-ші айналымды аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басқан жүйріктер. Бірге отыр. 3-ші аяқтап 4-ке кетті. Бағана алдыңғы топта кетіп бара жатқан жүйріктер 1-ші номердегі сонау Атыраудан келген Бақай корпорациясының да жүйрігі отыр. Және де 22-ші номердегі Бөбекбай Секенайдың Мамай қарасы да кетіп бара жатыр, қадірменді ағайындар. Және 39-ші номердегі бізде тіркелген жүйрігі Тентек қара Бөлтековтар әулетінің де жүйрігі кетіп бара жатыр, қадірменді ағайындар. Жүйріктер 3-ші айналымда аяқтап, 4-ші айналымға кетті. Таусың мүсіндісің еттілерден, жануарым бір өзіңе үміт артам, тұла бойым тұлып тұр, тектілерден деп, жүйріктеріміз 3-ші айналымда аяқтап, 4-ші айналымға кеткен болатын. Дегенмен де, екі жүйрік артқы топтың легіне де, алдыңғы топ жетіп қалуға әбден мүмкіншілігі зор. Төрешілер хабарлап жіберейікші. Артқы топтың жүйріктері қайда? Жаңағы артынан өткен жүйріктер, бұнда жазып алдық қой. Мұқият қадағалап отырайық, бір круг басып озуға жол бермейік, төрешілер.
Мінекей, артқы топтың легі деген хабар келіп жатыр, мына екі жүйрігіміз. Оның артынша тіке жолға шығатын, қарқын қосқан жүйріктер бүгінгі мұңалата ұрпақтарының демеушілігімен тігіліп жатырған Toyota Hilux автокөлікке ниетті, мен аламын, мен барымды саламын деген шабандоз балдарымыз еңбектері ақталсын. Жүйріктеріміз қазір бұйырса 4-ші айналымда аяқтап 5-ші айналымға кететін болады, қадірменді ағайындар. Алдыңғы топ өзгерді, шабысына шабыс қосты, қарқынына қарқын қосты десек те болады. Алдыңғы топта соңғы айналым бір күн жеткен жағдайда жарыс шығарамыз. 24-8 ақындар жырлап кеткендей, батырлар сере кеткендей, түбірлеп шапқан жүйріктер бір үйір жылқы өткендей деп, топтың алдында 5 жүйрік келе жатыр. Бұл дегеніміз 4-ші айналымда аяқтап 5-ші айналымға кеттің. Алдын бастап келе жатқан Таңатаровтар әулеті Атаман Бейнеу ауданы, 7-ші номер Қарағанды облысы, 13-25-39. 13-25-39. Және де әңгіме осы екінші топта 36 және де бізде тіркелген Мамайғара бар. Қызықтың көкесі осы топта 27, 35, 20, 44, 22, 9, 18 Мамайғара кетіп бара жатыр. Ішінде Дастархан кетіп бара жатыр. 1-ші номердегі жүйріктеріміз мінекей. Ал алдын бастап өткен жүйріктер 5-ші номердегі Атаман Таңатаровтар әулетінің үкілеп әкелген жүйрігі Бейнеу ауданы 2-ші болып кетіп бара жатқан 13-ші номердегі Мәмлік Әмин Амандық Мұнайлы ауданы 25-ші номердегі тіркелген Бақторы Жандосұлы Мақсат Қарағандыдан келген жүйрік алдыңғы топта. Дәулет баптаған Сайынып Мирастың жүйрігі де топта кетіп бара жатыр. 38-ші номердегі бізде тіркелген Айтулы Махамбетов Рахим Жаңөзен Ердос Майлыбай 9-ші номердегі жүйрікте кетіп бара жатыр. Ерке Көк Жүнбасовтар әулеті 18 және де 22 жібер бала. Бұл дегеніміз 4 аяқта 5-ке кетіп бара жатыр. 10 тәк 18 дедік қой біздер. 35-ші номердегі Дастархан Шибірдің мақтанышы Кенебаев Сұлтанғазы ағамыздың да жүйрігі кетіп бара жатыр. 22 мен Бөбекбай Секенай ағамыздың Мамайғарасы да алдыңғы топта, қадірменді ағайындар. Ал бұл жүйріктер 4-ші айналымда аяқтап 5-ші айналымға аяқ басып бара жатқан жүйріктер. Қошеметтеп отырайық, дем беріп отырайық, қадірменді ағайындар. Номер міндетті түрде айтылсын, қағазға түртіп олайық. 31-ші номер және де 31, 25, 37-ші номердегі жүйріктер. Маңғыстау жаратқаннан бақ қонған жер, даласы қазынамен қапталған жер, мұнайшылар белшеден бейнет кешіп ел үшін ерен еңбек атқарған жер, мұрынның дариядай дастанымен Қырымның 40 батыры аттанған жер, басын кесіп алғанша бас көтерген құлбарақтың ерлігі жатталған жер, алтындап өлең сөздің тәжін киген талантты 5 жүйрікке бақ болған жер, Қараман атабасы Түркмен Алай қасиетті бекеттен ант қалған жер, қажарлы байсалдарын мешіт салып мың кісідей әулиеге жақ болған жер, қисықты тезбен емес сөзбен түзер әбіштің қаламынан қат қалған жер, табиғи байлығымыз ғана емес тарихи байлығымыз сақталған жер, 8 қарыс жер бермей жауміттерге 8 арыс адайым алып қалған жер дегіміз келеді. Сүйіспеншілігіне шабатын аттарымыз да бар, бәйге алмаса да. Сол халықтың қошеметіне бөленіп, мінекей бөленем деп, 2 жүйрігіміз де келе жатыр. Көк атпен Торат, ұзақты жаны сүйетін мінекей. Бұл 4 аяқтап 5-ке кетті қазір. Ал көтеріп отырың жігіттер. Салыңдар барыңды. Жібер бала. 300 метр жерде. 24 пенен 8. Мінекей айқай сүйетін жүйріктеріміз. Аттың киесіне, тұлпардың иесіне, бүгінгі шабыстың жүйесіне құрмет қошемет білдіріп отырайық, құрметті ағайын.
Ал мінекей қазір жүйріктеріміз 5-ші айналымды аяқтап, 6-шы айналымға аяқ басатын болады. 5-ші айналымды аяқтап, 6-шы айналымға аяқ басатын болады. Алдын бастап келе жатқан 4 жүйрік әзірше бізге көзімізге түсіп отырған. Дегенмен де алдымыздан өткеннен соң белгілі болады. Алдын бастап Таңатаровтар әулеті Бейнеу ауданы Атаман және де 7-ші номердегі Қарағанды облысынан келіп отырған жүйрік кетіп бара жатыр. Ақорда деген мінекей. Алға қарай ығысып келе жатыр. Және 25 Бақторы Жандос Мақсатұлы Қарағанды облысы. Оның өзі екіге бөлініп тұр. Арудан асқан жар бар ма? Жылқыдан асқан мал бар ма? Биенің сүті сарыбал қымыздан асқан дәм бар ма? Жылқы деген жануар, желден жүйрік жануар. Сені баққан жігіттің маңдайының бағы бар. Шаба берсе тұлпарың талай жерде танылар деп. Мінекей 5-ші айналымды аяқтап 5-ші айналымды аяқтап 6-ші айналымға аяқ басатын жүйріктер 5 жүйрік әдемі келе жатыр. Тақ-тек баяқшы мінекей. Жібер жігіттер. Номері 5-ші номердегі Таңатаровтар әулеті Бейнеу ауданы Атаман қозы бәйгі бала 7 Ақорда Қарағанды облысы 13-25 Бақторы Қарағанды облысы 13-ші номер 39-ші номер 13-ші номерде Әмин Амандық Мәмлік 2-ші топта мінекей қалыс қалмай жібермейіндеп келе жатыр. Айтулы шықты алдыра қошеметтеп отырайық. 2-ші топ 5 аяқтап 6-ға кеттіңдер жігіттер. 38, 11, 44 35-ші номердегі жүйріктер. Мамай қара емес пе? Мамай қара. Жазып отырайық. 22 Мамай қараға қошемет соғып отырайық, қадірменді ағайындар. Бұл өзінікін дәлелдеген жүйрік уақытында. Ал мінекей 9-ші номердегі жүйрікте кетіп бара жатыр. Алды Серікбеков Бекболаттың дайындағаны әскеріп Автан Дилдің мінекей жүйрігі Ақорда деген Жамбо тізгін деген Қарағанды облысы 13-ші номердегі Әмин Амандық Мәмлік Мұнайлы ауданының жүйрігі алдыңғы топта. 25 Бақторы, атақты Бақторы мінекей 25-пенен кетіп бара жатырған Бақторы Жандос Мақсатұлы Қарағанды облысының жүйрігі. 39-ші номердегі бізде кетіп бара жатқан 39 Тентек Қара Бөлтековтер әулеті. Жүйріктер 5-ші айналымды аяқтап 6-ші айналымға аяқ басты. Жүйріктеріміздің де аралары ашылып, деңгейіне қарата, әліне қарата кетіп бара жатыр көсіліп. Дегенмен де әлі алда айналым бар. 36 шақырым түсіне білген адамға оңай шағылар жаңғақ емес. Бұл дейтін үлкен жүйрікке, үлкен қашықтықтардың бірі. Дегенмен де қазір күз айы жүйріктер барын салып, аттегілер барын салып, осы атамыздың бәйгесін еншілеуге ниеттері қабыл болсын. Бүгінгі бәйгеде абыроймен жоғарғы деңгейде өтсін деген тілекпен білдіреміз. Бұл енді 5-ті аяқтап 6-ға кеткен жүйріктер көміне. Номерін айтып жіберіп қағазға түртіп отырайық. 5-ті аяқтап 6-ға кеттіңдер, жіберіп ала, көтеріп отыр. Үміт бар. 37-28-ші номердегі. Айтып отырайықшы, 37-28 бізде 28 Күреңбел дейді ғой. Аманбай ағамыздық екен. Сай өтештен келіпті. 37 Ақшымыраудың Мамай қарасы кетіп бара жатыр. 37-ші номердегі. Артта келе жатқан жүйріктер бар ма? Тағы да. Артқы топтың легі төрешілер. Бір қарап жүйрек. Тағы жедел жәрдем. Арғы төрде бір
бәйгі бала аттан түсіп қалыпты. Барайықшы, жедел жәрдем. Арғы төрде. Ат иесінің номерін айтып жіберсін сосын бізге. Жедел жәрдем арғы төрде. Тек қана номерін айтсын бізге, ат иесінің. Номерін айтып жіберсін бізге. Ал мінекей, ал қадірменді ағайындар, басын бастап шабады, бабы қанған, бас бәйгіні алады, бағы Алтын аяқтап жаққан. келатқан бірінші топ. Атамыздың Бақтары бар бәйгісінде деді. көлік ұту, Жерде ат қосқан атаман ат дейтін бегіге үлкен арман деп қояқшы. Ал Қарағандының аты бар. қошеметтеп отырайық, артқы топтың легі. Жібер бала, енді алдыңғы топты жеткізуге тырысады. Пат деп қояқшы мінекей. Жібер бала. Артқы топ кетіп қалды. 34 алтыншы номердегі. Сіздердің алдарыңызда қайта қамшылайтын емес, суытуға атты емес, айшыдайтын, әрмен қарай шапса егер жан шыдайтын керемет жүйрік аттар. Бір ат бағымен жабады, бір ат бабымен жабады, бір ат таза қанымен жабады, бір ат дәрімен жабады. Сондықтан да алуан жүйрік бар. Әліне қарай шабатын, барша осындағы шабандоздардың, атбегілердің еңбегін бағалап отырайық, құрметті ағайын. Құрметтеп, қошеметтеп отырайық. Жүйріктер, бағанағы мінекей 5 жүйрігіміз еді ғой. Қазір 4 жүйрік. 6-шы айналымда аяқтап, 7-ші айналымға аяқ басты жүйріктеріміз. 6-шы айналымда аяқтап, 7-ші айналымға аяқ басты. Алдын бастап кетіп бара жатқан Таңатаровтар әулеті Айдар Қозы бәйгі бала. Және де Ағорда Қарағандыдан келген. Және де Қарағандыдан келген Бақторы. Және де Әмин Амандықтың Мәмлүк деген жүйрігі кетіп бара жатыр. 13-ші номерде. Мұнайлы ауданы. Мына жердегі жүйріктер 2-ші топта. Жылдамдықты арттырып қоза салып, тақымдары қалмаған босай қалып, алдарыңда бестікті аяқтады. Жүйріктерін келеді, бес айналып деп осы. Бесті аяқтап келе жатып, алдыға шығып бара жатқан тұлпарларға құрмет қошемет білдіріп отырайық, құрметті ағайын. Мына жерде Айымзада бар. Ал мінекей Дастархан бар. екінші топтың да жүйріктері, қадірменді ағайындар, екінші топ, Сұлыққара 6-шы бар. айналымда аяқтап, 4-ші номердегі 7-ші Сұлыққара. айналымда аяқ бастыңдар жігіттер. 6 бітіп 7-ге кеттіңдер. 6 бітіп 7-ге. Номері Айымзада. 18-4, 11, Өтек 35, 27, 39. Уәлик ағам. Жаңағы бәйгі баласы түсіп қалған. Бәйгі баласы аттан түсіп қалыпты. Жаңғозен қаласының жүйрігі. Ал жүйріктер, екінші топтың жүйріктерін айтып жіберейік кәнекей. Екінші топта 35-ші номерде бізде кетіп бара жатқан жүйрік Дастархан атақты Кенебаев Сұлтанғали Шебір ауылы. 27-ші номердегі бізде кетіп бара жатқан жүйрігі Нұрғасқа Сартайып Дәулет баптаған атақты Сайынып Мирас Ақтау қаласы. 11-ші номердегі атақты Айымзада Бимырзаев Хамза екінші топта кетіп бара жатқан жүйріктер. 39-ші номердегі Тентек Қара атақты Бөлтековтер әулетінің жүйрігі. 4-ші номерде кетіп бара жатқан Сүлік Қара Үмбетовтердің жүйрігі кетіп бара жатыр. Бұл енді екінші топтың жүйріктері. Бірінші алдыңғы топта 4 жүйрік өткен болатын. Оны енді бағана айтып өткендей Таңатаровтар әулеті Атаман, және де 7-ші номердегі Ағорда әскері Автандил деген ағамыз Қарағанды облысы, және де 25 менен Бақторы бар екен 25. кетіп бара жатқан Жандос Мақсатұлы Қарағанды облысы бұлда, және де 13 менен алтында кетіп бара жатқан Мәмлүк Әмин Амандық Мұнайлы ауданы. Төрт аяқтың тарланы қазанатың, екі аяқтың арланы азаматың. Қазанат пен азамат бірге шапса бүкіл әлем таниды қазақ атын. Бізден бұрын жылқыны бабам мінген,
балалары мінерін бабам білген. Жылқы үстінде жігіттер адаспайсың, жылқы білет, жолдарды бабам жүрген. Жылқы бауыр, жылқы дос туысқаның, жылқы үстінде жігіттер туыстадың. Төрт түліктің үшеуін ұмытсаң да, ей жігіттер, жылқыны ұмытпағың дейді. Ерғанаты ат демекші, бүгінгі тұлпарларымыз сүрінбесін, атаман, баламан, бүгінгі бәйгені аман-есен аяқтасын дегіміз келеді. Ал мінекей жүйріктеріміз алтыншы айналымда аяқтап жетіге кеткен болатын. Енді қазір жүйріктеріміздің де қарқыны бағанағы артқы топтағы екі жүйрігіміз қайда? Алдына шығып кетті. Аяқтап жетіге кетті ме екен осылар? 37-29 шап жануар мінекей. Жүйріктерімізде артқы топтың легі. Дегенмен үміт бар, әлі алда айналым бар. Қазір жүйріктер 7-ші айналымда аяқтап, алдарыңыздан 8-ші айналымға аяқ басатын болады. Пірбекет атамызға 275 жыл толуына орай ұйымдастырылған ас бәйгінің де аяқталуына аз ғана минуттар қалды, қадірменді ағайындар. Аз ғана қашықтықтар қалды. Бүгінгі тарихи бәйгінің жеңімпазы қай жүйрікке бұйырады, қай өңірге бұйырады, оны сізбенен біз болып, алдағы уақытта Алла тағаланың қай жүйрікке маңдайына жазғанын сізбенен біз болып көретін боламыз. Дегенмен жүйріктердің барлығына да сәттілік. Бірінші топта. Алдыңғы топтың жүйріктері бірін-бірі жіберер емес. Екі Маңғыстау, екі Қарағандының жүйрігі келе жатыр алдыңғы топта. Екінші топтың аттарын көрсетіп жіберейін. Бұл жерде де төрт ат қалғандай. Тіке жолға шықты. Бұл дегеніміз 7-ші айналымды аяқтап, 8-ші айналымға аяқ басатын жүйріктер. Бағанаға айтып өткендей, Таңатар әулетінің атаманы 7-ші номердегі Ақорда, және де 25-ші номердегі Бақтұры, және де 13-ші номердегі Мәмлік Әмин Амандықтың жүйрігі келе жатыр. Айызын көптің қандырып, шабысы естен тандырып, шабандоз қолы тізгінде атбегі үнін жаңғыртып, тұлпардың иесін сезгені бұл да бір көркем заңдылық деп 7-ші айналымда аяқтап, 8-ші айналымға алдыңғы топтардың нарқасқалары келе жатыр мінекей. Екі Маңғыстау, екі Қарағандының тұлпары. Айқайларыңыз қайда, қошемет қайда? 7-8-ге кеттіңдер жігіттер. Ой, жібер, 7-8-ге кеттіңдер. 7-8-ге. Таңатарыптар әулеті, атама, және де 7 Ақорда Қарағанды облысы, 25 Бақтұры, 13 Әмин Амандық, Мәмлік деген жүйрігімен. Ал мінекей екінші топта алдыңғы топқа жетемін деп Шибірдің Кенебаев Сұлтан Қазағымыздың дастарханы шықты, қадірменді ағайындар. Шибірді қолдап жіберейік. Шибірліктер қайда? Дастархан кетті. Алдыңғы топқа қаратам тұрып. Жоқ, бұл енді үмбеттердің жүйрігі екен. 35 Дастархан, 35 4 үмбетовтар әулеті кетті. 11 Айымзада, Бимырзаев, Қамза. Бұлар 7-ні аяқтап 8-ге кеткен жүйріктер. Арпа беріп баптаған Жетайбақ. Бірінші топтың төрт аты әлі бірге. Бірінші атаман. Мінекей жүйріктеріміз Ақорда 7-ні аяқтап 8-ге кеткен болатын. Бір жүйрігіміз жарыс алаңынан шықты. Номерін айтып жіберейік бізге. Мына шығарайық, мына ішке жақта жүрген жүйріктер полный түгел жарыс алаңынан шығарылсыншы. Мына дастархан Айымзада. Осыны бітіріп келсе соңға кетеді ол жүйріктер. Ал мінекей қадірменді ағайындар, руханият абыздары, Шопан ата, ел иесі, жер киесі Пірбекет атамыздың 275 жылдығына орай ата рухына арналған
аламан бәйге аз ғана айналымнан соң, аз ғана минуттардан соң бүгінгі Пірбекет атамыздың 275 жылдық асының жеңімпазын анықтайтын боламыз. Алдын бастап, екі Қарағандының жүйрігі, екі Маңғыстау облысының жүйрігі келе жатыр. Бүгінгі Мұңалата ұрпақтарының демеушілігімен тігіліп жатқан судай жаңа Toyota Hilux автокөлігі Маңғыстауда қалама. Оны сізбенен біз болып алдағы уақытта білетін боламыз. Жоқ әлде басқа жаққа кетеме, оны енді бапқа түссең шапқаныңда деп ойлап тұрмын енді. Желді ескен құйынсың, бапқа түсіп ашы терің сұйылсың. Бүгінгі дода ұлаламан бәйгісі адал чабар шын жүйрікке бұйырсын деп, мінекей бүгінгі бәйгіміздің куәсіне сізбенен біз болып қарық болып отырмыз. Қадірменді ағайындар, осындай атамыздың күнге қарасып, негізі жаңбыр болғанда қалай болар? Шаң енді өзіміздің енді үйреншікті нәрсеміз. Оған шаңды қиянда тұрғасын жерде ол болады. Ол шаң болмаса ләззеті болмайды ғой. Еділдің бойы қанды қиян, жайықтың бойы майлы қиян, Маңғыстау бойы шаңды қиян деп Мұрат Мөңгұлы жырлап кеткен осы бір киелі өлкенің шаңын аспандағы бұлтпен астастырып шауып бара жатқан тұлпарларға қошемет, құрмет білдіріп отырайық, құрметті ағайын. Иә, мінекей дұрыс айтады. Қанша жылдар өтсе дағы, қанша күн ай, ескеріліп асың өтер әлі талай. Әруағың риза болып қалың елге, Бекет атам әруағы жар боп тұрғай деп, қазір аламан бәйге жүйріктерін соңғы айналымға шығарып саламыз. Қадірменді ағайындар, жүйріктер 8-ші айналымда аяқтап, 9-ші айналымға аяқ басатын болады. Дегенмен екі жүйрігіміз мінекей тіке жолға суырылып шыққан сәті соңғы айналым. Ал қадірменді маңғыстаулықтар, Мұңалата ұрпақтары бармысыздар? Бүгінгі аламан бәйгінің соңғы айналымына жүйріктерді шығарып салайықшы. Қолдап жібереміз ба? Айқайларыңыз естілмейді маңғыстаулықтар. Соңғы айналым. Алдын бастап соңғы айналымға кетіп бара жатқан Маңғыстаудың жүйрігі Атаман. Атаман бастап келе жатыр екен. Соңғы айналым, соңғы айналым. Тарта ағаның тоздыма, үмірестіп келебеңіз қоздыма. Жіберіңдер қолдасыңдар тақымды. Тұлпарларын бара жатыр соңғыға. Атаның бәйгесінің темір тұлпарын. Ай, жарайсың, Атаман. Асықпа. Жайлап. Алла жар болсын, Атаман. Соңғы айналым. Бақторы, соңғы айналым. Асықпа, соңғы айналым. Бақторы. Соңғы айналымда Алла амандығын берсе, Таңатарыптар әулетінің Атаманы кетті. Я сәт, я Алла, дегенмен де әлі бір айналым бар. Соңғы айналымға шығарып салдық. 25-ші номердегі Бақторы жарысынан шықты. Соңғы айналымға бұл дейтін тарихи бәйге. Бағанағы 43 аттың қарасы аз, жоқтың қасы. Бақторы жарысынан екінші орынға ниетті бір айналымға тағы да. Соңғы айналым. Ал қошеметтеп бір қолдау көрсетіп жіберейік. Соңғы айналымға Үмбетовтер әулетінің жүйрігі болу керек. 4-ші номердегі соңғы айналымға. Соңғы айналым. Үмбетовтер әулеті 4-ші номер соңғы айналым. Дегенмен де жүйріктер бар. Соңғы айналым, асықпай кете бер. Соңғы айналым. Үмбетовтер 4-ші номердегі. Ал Айымзада келе жатыр. Атақты Айымзада ма мынау? Айымзада соңғы айналым. Әлде Мәмінов па? Әлде Дастархан ба? Жалғыз өзі. Дастархан болу керек. Кенебаев Сұлтанғалы Шебір ауылы қолдауларыңыз естілмейді.
Құрмет қошемет деп отырайық. Соңғы айналым, дастархан салбарыңды соңғы айналым. Дастархан соңғы айналым, салыңды бар. Дастархан соңғы айналым. Айда, молодец. Сұлтанғазы соңғы айналым. Шылық қара. Екінші, Мына жерде кетіп бара жатыр. асықпаймыз. Атаман Мына жалғыз өзі төрге екінші айналды. орынға ниетті Үмбетовтердің жүйрігімен Кенебаев Сұлтанғазының дастарханы кетті. Қалған жүйріктер қайда? Атаман жалғыз кетті. Қалған жүйріктер қайда? Келсе, Бекет атамыздың 275 жылдығының Бүгінгі тарихи бәйге қадірменді ағайындар, елдің жанында, елдің есінде мәңгі сақталатын болады қадірменді ағайындар. Оған бүгінгі 36 шақырымға 43 сен тұр мен атайын деген жүйріктер бақсынады. Соның ішінде шын жүйріктің ішінен кіл жүйріктер анықталып, мықтылар ғана қалды бақсынап. Дегенмен аз ғана минуттар қалды, аз ғана қашықтар қалды. Бүгінгі Аламан бәйгінің жеңімпазын анықтауға Toyota Hilux Мұңал ата ұрпақтарының демеушілігімен тігіліп отыр қадірменді ағайындар. Екінші атты түсіріп жіберейін. Шылық қара. Үмбетовтердің Алматы облысынан келіп тұрғаны. Үшінші ат мына Бақтор бері қарай айналды. Ал Соң ар жағында төртінші орынға ниетті бізде осы аты ниетті тұлпарларымыздың бірі. Ниетті. Соңғы группқа енді кетеді. Айымзада ма? Айымзада. Төртінші орынға ниетті көтеріп отыр. Бір айналым қалды бала. Айымзада бір айналым қалды. Ер жігітке жарасады ат қараған, шақырғанда жүйрігі жалт қараған. Айымзада тұлпардай арғымақты тіл көзден сақтағайсың. Жайлап айналдырып кел бара. Айналым Айымзада салыңда бар. Төртінші орынға үміткер, бәлкім үшінші, бесінші орынға Мамлюк деген ниетті. жүйрік 5-ші орынға соңғы группқа кету керек. 13-ші номер 13-ші номердегі Әмин Амандық Мәмілік соңғы айналым. Соңғы айналым. Бұл жүйрікке де соңғы айналым. Бірінші. Соңғы 5-ші орынға үміт бар. 13 Мәмілік 5-ші орынға үміт бар. Атаман. Бақытпен кете бер. Атаман келе жатыр. Бақытпен кете бер. Дегенмен Пірбекет атаның 275 жылдығының орай ұйымдастырылған Аламан бәйге 36 шақырым. жоғарғы деңгейде өтіп жатыр қадірменді ағайындар. Ал Атаман жалғыз келеді. Ақорда, Қарағанды облысы соңғы айналымға аттануға Ақорда дейді. Қарағанды облысы соңғы айналымға. үміт бар. Дегенменде 5 орынға дейін жүлде. Ал бүгінгі Сарыарқадан келген тұлпарға қошемет құрмет білдірейік. Маған маңғыстаулықтар тарихи жайлығымызды көрсетейік. Қарағанды облысы Ақорда. Жеті жүріп кеткен Маңғыстауда Жалғыз 7-ші келді. нөмірмен кетіп бара жатыр. Құрмет қошемет білдірейік. Жеті қайқаның елі болғаннан кейін. Қозы, Ал Шабандоз. мінекей, бүгінгі Пірбекет жеңімпазы маңғыстаулықтар айқай шумен қарсылайық. Жеке дара келе жатқан сөзімді айтар болсам нақтылап, алдыменен келе жатқан шапқырап, таңатарып, Ай, қоғыланның жүйрігі қол соғыңдар қошеметтеп, қаттырақ деп, бүгінгі Атаман. Ақтөбеден қосылып тұр. Ақтөбенің атынан қосылып тұр. әулетіне Алла қаласа Көзін салып қарсыласқа қараған, Дама кетті қас келеді. жүйрікке жанкүйерлер санаған, 36 шақырымды артқа тастап, бәйге бастап келе жатыр Атаман деп. Атаман құрмет қошемет білдірсек барлығымыз. естілмейді. Таңатарыптар әулеті, Бейнеу ауданы, қайратшы Айдар. Ай, жарайсың. Қозы Шабандоз. Бүгінгі Қолын көтер! Маңғыстаудың намысын бермей. Бейнеуден келген Таңатарыптар әулетінің Молодец, үйінде бүгін үлкен той қадірменді ағайындар. Toyota Hilux автокөлігін бүгінгі атамыздың бәйгісінде еншілеп отыр. Екінші ат қай жерде келе жатыр екен?
Екінші ат қайда? Айдар бүгінгі бәйгі баласы атақты қозы деген лақабатпен танылған шотан бала мінекей Қайрошұлы осы бәйгі Маңғыстаудың бәйгілерінде осы Ақтөбе облысында жүлде алып жүрген шабандоз бала үстіндегі атаманның анықтайтын сәт. Екінші атымыз келе жатыр. Құрметтеп қошеметтеп отырайық біздің Бекет ата, тұлпарларымызға, 275 шабандоздарымызға. 36 шақырымға Аламан, жеткен 36 де бар, шақырым. жетпеген де бар. Екінші Қас жүйріктің табылар сәтінде бүгінгі орынның аты келе Бекет жатыр. атамыздың Сұйық қара болу 275 керек. жылдығында Үмбетовтердің аты. мереке дейінгі жеткен барша тұлпарларға құрмет Мына қошеметпен қарсы алайық. Атаманның иесі. Оғланның інілері. Ал екінші орынға Үмбетовтер әулетінің 4-ші номердегі жүйрігі келе жатыр. Кеше ғана Шопан атаның Toyota Hilux автокөлігінің иегері. Бүгін Аламан бәйгіден атақты Алматы облысы Үмбетовтер әулетінің жүйрігі 4-ші номердегі сүлік қара Самат таптаған Үмбетовтер әулеті Ердосұлы Алдияр Алматы облысы 2-ші болып мересізігін кесті. Ал қошемет. Қонақтарымызға құрмет қошемет білдірейік. Асықпа. Атақты жеті қайқының 5 жүйріктің 362 әулие жатқан Шопан ата мен Бекет атаның әруағы қатқан осы бір киелі өлкеде соңына дейін шауып келген тұлпарымызға құрмет қошемет. Иә, қадірменді ағайындар, 2000 шақырымды артқа тастап, сонау топ тарқатар бар. Мына жерде Бүгінгі Бекет атамыздың 275 жылдық аясында Мұңал ата ұрпақтарының демеушілігімен Toyota Hilux автокөлігі Дастархан деген жүйрік болу керек. Үшінші орынға ниеттеніп келатыр. Маңғыстау облысы Ізгі жолға жақындап қалды. ауданы құтты болсын. 2-ші болып мәресіздігін кескен 4-ші орынға ниетті. Аймзада. номер 4-ші Аймзада көтеріліп келатыр сүлік екен. қара 3 жастағы дөнен екен. Үмбетовтер әулеті Ердосұлы Алдияр тізгіндеген Алматы облысының жүйрігі Түзу келді. жолға түскен соң Енді 3-ші орынға түзу жолға шықты. Дастарханмен Аймзада 3-ші орынға таласап. жүйрік келеді қадірменді ағайындар. Аймзада көтерілді. әлде Дастархан. О, айда. Дастарханда көтерілді. Жарыс қарап тұрған жанкүйерлер, кейін қарай ысырылып тұрайық, құрметті қонақтар. Жүйріктерімізге Дастарханда кесіріміз көтерілді. текпет түрмесін. 3-ші болып мәресіздігін кесіп келе жатқан бәйге алған түрлі астардан 3-ші болып келе айдады ғой. жатқан шебірдің жүйрігі Дастархан. Дастархан деп мінекей. Ай, жарайсың. Сұлтанғазы шебір аулы. Үштікті бейіндеп тұр біздердің алдарымызда. Бақ жетіспей қалды болмағанда. Ай, жарайсың. Шебірліктер аулы үлкен бүгін той. 4-ші болып Аймзада. Бимырзаев Қамзар ағамыздың атақты Айымзада деген жүйрігі келді мінекей. 4-ші болып. Аймзада жүйрік Қошеметтеп отырайық. Атақты Биыл Айымзада 6-шы үлкен бәйгесін шауып тұр. Қамза жалпы Өтуінде бас жүлдені алды. өтуіне бірден бір ықпалы зор Бимырзаев Иса деген ағаларымыздың шаңырағынан шыққан жүйрік. Талай айтулы бәйгінің байрақты бәсекелердің жеңімпазы. 4-ші орын. Енді 5-ші орынды күтеміз. 5-ші орында кейінде келе жатыр еді. Арғы жүйріктерге айтайық төрешілер қапталда ермеден. Атаның бәйгесінің 5-ші Дегенмен де орнына бүгінгі бәйгені 5 Қарағандының жүйрік жарыс жолын Ақорда 36 дейтін жүйрігі шақырымды келді. тек қана 5 жүйрік аяқтап өтті. Мінекей 5 орынға дейін жүлде берілген. 5-ші орынға иеленіп келе жатқан. Артындағы тұлпарларды шығарайық. Бәйгеге шауып келе жатқан атта кедергі жасамайық, құрметті ағайын. Атақты 5 жүйрік шыққан киелі Маңғыстауда 5-ші орынды түйіндеп келе жатқан Сарыарқаның төрінен келген осынау Қарағасқа Ақорда деген атта құрметті қошемет Трикпятсада шауып білдірейікші, кетір. құрметті ағайын. Бекболаттың жүйрігі атақты 36 шақырымды артқа тастап шауу оңай емес. Сондықтан аттың да атып аптаған аттегінің де үстінде шауып келе жатқан тұлпардың Орда. тақымы ұстап келе жатқан Жамбоға да құрмет қошемет білдіріп қояйық. Енді топтар қатарды күтеміз. Аттар жиналып жатыр. Ал мінекей 5-ші болып
Al degенмен ketті. Жүйріктер жолы болсын. Айнал diye ana. Жібер, айнал енді. Мына жігіттің ешқандай кінәсі жоқ, күтпеген енді өздері. Ал, дегенмен қалай болады? Топтар қатар басталды. 32, бұл енді ат иелері, ат қосқан иелері мына трибунаның алдына жақындайық. Арғы жақтан әне екі ат кетіп бара жатыр. Дегенмен енді бұл бәйге топтарға трибунаның артында тұрған. Топтар қатар. Тағы да бір қайталап өтейікші. Бүгінгі аламан бәйгеден жүлделі бірінші орын Атаман, Таңатаровтар әулеті және де Жұмағалиев Жандос баптаған екен Атаманды. Бәйгі баласы Қайрошұлы Айдар Қозы бәйгі бала. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы. Екінші орынға 4-ші номердегі 3 жастағы Сүлікқара келді. Бапкері Самат Үмбетовтер әулеті Ердосұлы Алдияр тақымдаған Алматы облысы. 3-ші болып мәресізігін кескен 35-ші номердегі Дастархан деген жүйрік. Бексұлтан баптаған Кенебаев Сұлтанғали ат иесі Әміре бәйгі бала Шебірауылы. 4-ші болып Аламан бәйгінің болып 4-ші болып өткен. Топтар қатардың бірінші аты келе жатыр. Қатар. Екінші келе жатқан жүйріктің бірінші келе жатқан жүйрікке басып озуға әбден мүмкіншілігі зор. Дегенмен қалай болады екен? Ал мінекей тартыс, нағыз талас. Бір Бекет атамыздың 275 жылдығында топтар қатар бәйгесінде жүлделі бірінші орынға иеленіп келе жатқан жүйрік номер. Ат иесі бәйгі баласы кім болды екен? Бұл кімнің жүйрігі? Бірінші орынға иеленіп келе жатқан құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. 300 мың теңгенің иегері. Екінші ат жақындап келе жатыр оған. Бірінші орынға ниетті 2 жүйрік. Қателеспесем Найзағай болу керек. Алдымен келе жатқан. Найзағай ма? Ал қолдап қояйық мінекей. Найзағай Самаулы Сырлыбек ағамыз. Сырлыбек ағамыз Найзағайы келді бірінші болып. 300 мың теңгенің иегері Самаулы. Құтты болсын. Екінші болып келген бұл қай жүйрік? Екінші келген аттың иесі келсін. 50 мың теңгенің иегері. Үшінші келген аттың иесі келсін. Айда жақындап қалды. Бұл қай жүйрік болды үшінші келген? Бұл да Құнан ау деймін. Бері келің, аттар бері келе қой. Найзаға иекі. Екінші келген жүйрік. Мына бірінші келген. Үшінші келген кімдікі? Қайлюкс автокөлігін мінген Қозы деген шабанды сұхбаттасып жіберейік. Қозы бала айта ғой. Сәрсенбектің тайымы. Атты қалай ұстадың, қалай бағындырдың? Үшінші келген айтуымыз деп жатырмын. Нұсқаулық беріп тұрды ма атты ағаларың? Деген өзі тартқызбай шабатын. Атаман деген жүйрік. Тренер зылмайды да. Ойлап отыра берді. Қатты тартпай. Шоқтыққа баспап отыра берді. Бүгінгі марапаттауға шақырылады. Жаңғызүйдегі сөйтіп отыра бердім. Соңғырыққа кететін кезде. Дәрмен Жаңғызбай ағамызды қашып кете берді. жүлдемен көтеріп кете берді. және де Қатты айдама Теміржайып Исағаларымыз, Бөтей Исағаларымыз, Махамбет ағаларымыз бармады. Мен қамшымды көтеріп келдім да фиништен өттім. Оған дейін де ол атпен бәйге алдың ба да? Ал бүгінгі жүлдесі қайда жаңағы? Неше рет бәйге алдың? 2 рет. Жасың нешеде? 10-да. Жайрексің бәйге. Тағы да бәйгелерге шаға бер. Молодец, бала. Молодец, Қоғлан аға бәйгіңіз құтты болсын. Бекет атаның 275 жылдығының 36 шақырымын ұтып жатыр екенсіз. Ал енді атаның асына және де өзіңнің атың туралы бір мағлұмат беріп жіберсең. Бекет атаның біріншіден осы асы қабыл болсын 275 жылдығы. Осы асқа өзіміз осы атаман тұлпарымыз дайындап келгенбіз. Алланың қалауымен бүгін 36 шақырым аламаннан бірінші келіп отыр. Топ жарып. Атаның енді астында 260 жылдығында да 65 жылдығында да 70 жылдығында да қостық бәрінде де әйтеуір жүлделі болып жүрміз. Абыройлы болып 75 жылдығында да осы бұйырып отыр. Тек аман болайық. Ас қабыл болсын.
аттар бәйгелі бола берсін. Аумин. Атаманның атыңыз бұған дейін неше бәйге қостыңыз? Атаман бұған дейін осы кеше Ақтөбе қаласында Мөңкебей атамыздың 350 жылдығында аламан бәйгеде 2-ші орын алып қалған. Биыл жалпы биыл қашалып тұрған осы 3-ші бәйгесі. Бәрінде жүлде қаласында бірінші келген. Осы 30 август күні. Осыдан кейін міне осы 3-ші бәйгесі. Ал аттарыңыз бәйгелі бола берсін. Жүлделі орнына көріне беріңіз. Тай Ассалаумағалейкум, Нұрпейіс аға. Атаның бәйгесінің ұйымдастырушының мүшесісіз ғой. Атаның бәйгесі туралы, осына бәйгені неше шақырым, өзіңіздің тілегіңізді негізі айтып жіберсеңіз. 100 мың теңге. Ал қошемет. Біріншіден руханият ауыздары болған Шопан атамыз бен Пірбекет атамыздың Бүгінгі рухына арналған Пірбекет атамыздың тай бәйгесінің 5-ші орны. Алла тағала қабыл еткей. Еліміз аман, жұртымыз берекелі болғай. Енді өздеріңіз білесіздер, кешегі күні өткен шаралар Шопан ата рухына арналды. Шопан ата рухына арналған, мұнан жарыс болды, Шопан ата рухына арналған аламан бәйге болды. Бүгін Пірбекет атамыздың рухына арналған тай бәйгесі және аламан бәйге болды. Кеше аламан бәйге 24 шақырым болса, бүгінгі аламан бәйге 36 шақырым. Барлық бәйгелер бірдей. Барлығында да 5 орын белгіленген. Барлығының бағасы да бәрі бірдей. Өздеріңіз көрдіңіздер. Ат сүйер қауым, қатысушылар, басқа қатысушылар өте ілегі өте көп. Енді бұл кісілердің тұлғалық келбеті өте биік адамдар. Сондықтан болашақ ұрпақты ата дәстүрмен, ата салт дәстүрді сақтау бағытында ата бабамыз қалдырған ас садақаларды өткізу бүгінгі ұрпақтың міндеті деп есептейміз. Жалау деген жүйрігімен Жалау ағамыз марапатталады. Бір жағынан ат сүйер қауымға үлкен рахмет айтамыз. Әрдайым осындай астардың, садақалардың негізгі көркіншатын шаралардың бәрін солардың күшімен ұйымдастырып жатыр. Сондықтан баршасына еңбектері жана берсін, аттары бәйгелі болсын, көтерің оқиғалардан аман болсын деген тілек. Жалау ағамыз мінекей жүлделі 3-ші орын алдында ұйымдастырып, ұлттық спортты барынша дәстүрді насихаттап жүре беріңіз. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Алқасы ақшалай беріп жүр. Утепов Айтжан Ағорда Құланды ауылы марапатталады. Жаңаөзен қаласы Құланды ауылы 500 мың теңге сыйақымен, ал қошемет. Сонау Құландыдан келген Утепов Айтжан ағамыз мінекей. 2-ші орында жүрген тайларымыздың бірі құтты болсын. Айдар Қозыбала бұл енді. Ал енді Пірбекет атамыздың 275 жылдығында жүлделі 1-ші орынға иеленген Шалқар ағамыздың Тайфун деген жүйрігі марапатталады. Жаңаөзен қаласы, ал қошемет. Тайфун қайда? Шалқар ағамыз қайда? Бәйгенің 5-ші жүлдесіне берсек, аламан бәйге Пірбекет атамыздың 275 жылдығы аясында өткен аламан бәйгенің жүлделі 5-ші орынға ие болған сонау Қарағандыдан келген Ағорда деген жүйрігімен Әскеріп Автодин деген ағамыз марапатталады. Жүлделі 5-ші орын қарағандылықтарға бұйырды, құтты болсын. Атамыздың 275 жылдығы аясында өткен аламан бәйгеден жүлделі 4-ші орынға ие болған Бимырзаев Хамза Айымзада Таушығаулы, ал қошемет. Хамза ағамыз қайда? Ал Бимырзаев Хамза Айымзада деген жүйрігімен Таушығаулынан келген атақты Айымзада мінекей бүгінгі Пірбекет атамызда 4-ші орынға иеленіп 500 мың теңгені қанжығасына байлады. Құтты болсын. Ал мінекей ендігі кезекте жүлделі 3-ші орын Пірбекет атамыздың 275 жылдығы аясында өткен 36 шақырымдық аламан бәйгенің
жүлделі 3-ші орынға Кенебаев Сұлтанғали Дастархан Шибірауылы. Ал қошемет. 1 миллион теңгенің иесі атақты Дастархан деген жүйрігімен. Жүлделі 3-ші орын құтты болсын. Ассалаумағалейкум, Маңғыстау елі. Мына Бекет атамызға, Шопан атаға беріліп жатқан ас қабыл болсын, аттарың бәйгілі болсын, ел аман болсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Келесіде жүйрігіңіз алдынан келуге атағалам нәсіп етке. Ал енді келесі кезекте жүлделі 2-ші орынға берсек. Бекет атамыздың 275 жылдық аясында өткен Аламан бәйге 36 шақырымнан жүлделі 2-ші орынға ие болған Үмбетовтер әулеті марапатталады. Сүлікқара деген жүйрігімен Алматы облысы 3 миллион теңгенің иегері. Және де кешегі Шопан ата асына бас бәйгесіне қойылған Халюкстің де иегері. Табыстауға мен сөз кезегін бергім келіп отыр. Осы Жаңаөзен қаласында Жанарыс тігін фабрикасының басшысы Дәрменов Жаңбырбай ағамызға сөз кезегін берсем, және де табыстауға. Ал қадірменді ағайын, барлық шаралар дұрыс деңгейде, жоғары деңгейде өтті деп есептеймін. Бір аталар, ұстаз аталар бізді қолдап қорғай берсін. Деніміз сау болсын. Келесі осындай үлкен додаларда аман саулықта, тыныштықта жолыға берейік. Жаңағы жүлдегерді қайттан өзің объявить етіп жүрші. Ал қадірменді ағайындар, бүгінгі тарихи бәйге Бекет атамыздың 275 жылдығының жеңімпазы Аламан бәйге бас жүлде Таңатаровтар әулеті атаман Бейнеу ауданы Маңғыстау облысы. Ал қошемет. Бас бәйге Тойота Хайлюкс автокөлігі. Ал Көбекең аға, құтты болсын. Талай байрақты бәсекелерде мінекей Жандос атақты бапкері жүлделі 1-ші орынға бәйгі бала Қайрошұлы Айдар Қозы деген бәйгі бала мінекей. Бүгінгі автокөлік Хайлюкстың иегері болып жатыр. Естелікке сурет кетсек. Ал ассалаумағалейкум. Бүгінгі мына беріп жатқан Бекет атамыздың асы қабыл болсын. Шопан атамыздың да асы қабыл болсын. Ал бүгін міне бәйге ойдағыдай болды деп ойлаймын. Ал бәріңізге де тек бәйгелі болу бұйырсын. Ал тек аманшылықта тойды ас қабыл болсын. Әмин, әмин. Келесі осы бәйге жауапты азамат болған кісіміз мінекей Бимырзаев Исақ ағамызға сөз кезегін берсем. Ассалаумағалейкум ағайын. Ал Шопан ата, Бекет атамызға беріп жатқан ас қабыл болсын. Ас өте жақсы деңгейде өтті деп айтып жатыр. Енді бізге бәйге өткізуді тапсырған бұл жерде жүргізуші жігіттерге, көмектескен жігіттерге, бұрыш-бұрыштағы төрешілерге бәріне рахмет. Осындай аталарымыздың асын, еліміздің тойын жүргізіп отырайық бірге. Ас қабыл болсын. Елдеріңе аман барыңдар, жолда жай жүріңдер, байқап жүріңдер. Ал ағалар күте тұрайық мына тай бәйге 1-ші орынға. Рахмет. Көбеке, жеңіс құтты болсын. Бұл енді 1-ші орынға Бегеніп Шалқар Тайфун деген жүйрігімен марапатталады. Жаңаөзен қаласы. Ал қошемет. Құтты болсын жәке. 700 мың теңге. Құтты болсын. Ал мінекей қадірменді ағайындар, бүгінгі тарихи Бекет атамыздың Аламан бәйгесін кім алды десе, Таңатаровтар әулетінің атаман деген жүйрік алды деп айтып жүріңіздер. Бапкері Айдар
Kayroşulu al kutlu olsun cündi. Videoga buyurdu. Toyota Hilux avtoko'ligi.